Bir жас бала шошқаларға жем беріп жүрген. Сол кезде ол бір оғаш нәрсені байқады. Шошқалардың бірі оған ерекше назар салып, тесіле қарап тұр екен. Бала күліп: "Әке, тез келші. Бұл шошқа мені ұнатып қалған сияқты. Маған қарап көз алмай тұр", деді. Әкесі асыға жүгіріп келді. Бір сәт шошқаға қарап, ештеңе деместен оны қорадан сүйреп шығарып, сол жерде бауыздап тастады. Бала аң-таң болып қалды. "Әке, бұл шамалы артық кеткен жоқ па?" деді ол дірілдеп. Әкесі оған тура қарап: "Қарапайым шошқа адамға ондай көзбен қарамайды", деді ауыр үнмен. Ол еттің дәмін татып қойған. Енді ол өзгерген. "Сен оны ұнатып тұр деп ойладың ба?" "Жоқ. Ол сені қалай жеп қоюдың амалын ойлап тұрған", деді. Бұл неғұрлым көп ойлансаң, соғұрлым қорқынышты болатын оқиға. Орта мектепте бір бала жанжалдан кейін сыныптасын құрғақ құдыққа итеріп жібереді. Келесі күні сыныптасы жұмбақ түрде жоғалып кетеді. 23 жасында үйдегі ұрыстан кейін ол әйелін сол құдыққа итеріп жібереді. Тағы да ол із-түссіз жоғалады. Ол құдықтың тылсым күші бар деп сене бастайды. Уақыт өте келе, ол одан сайын батыл бола түседі. 33 жасында ол өзіне жамандық жасаған бастығын сол құдыққа итеріп жібереді. Бұрынғыдай дене жоғалады. Бірақ 43 жасында ол өз қарт анасын сол құдыққа итереді. Бұл жолы ештеңе болмайды. Анасы жоғалып кеткен жоқ. Күндер өтеді, денесі шіріп, иіс шыға бастайды. Сонда сұмдық сұрақ туады: неге оның анасынан басқа бәрі жоғалып кетті?